Бүгін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өтті. Күн тәртібінде 5 мәселе қаралды. 2024 жылға арналған облыстық бюджет нақтыланып, депутаттардың назарына ұсынды. Облыс әкімі Нұрлыбек Машбекұлы халық қалаулыларына өңірдегі ілкімді істерді тізбектеп берді. Қызылорда облысы әлеуметтік экономикалық даму бойынша бұған дейін 11-ші орында болып келсе, соңғы 2 жылдың нәтижесімен 4-ші орынға көтерілген. Сонымен қатар 2023-2024 жылдарға өңірге 54 инвестициялық жоба тартылғанын тілге тиек етті. Сондай-ақ сапалы жолдардың санын арттырып, қауіпсіздікті қаперге алған аймақ басшысы қазіргі таңда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан көшелердің құрылысы мен халықаралық стандартқа сәйкес келетін жаңа әуежайдың терминалы қашан аяқталатынына тоқталды. Жақын арада Қызылорда қаласында Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминалы іске қосылатын болады. Терминалдың құрылысы толық аяқталды. Қазіргі таңда абаттандыру жұмыстары, көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. Алдынан 4 жолақты жол салынуда. Оның инфрақұрылымын абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын шешуге өздеріңіздің қолдауларыңызбен облыстық бюджеттен 4 миллиард 300 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал терминалдың өзінің құрылысын салуға Болат Өтемұратов қоры, жерлесіміз Болат Жамейтұлы 17 миллиардтан астам қаржысын жұмсады. Терминал толық мемлекеттік меншікте, ары қарай да мемлекеттік меншікте болатын болады. 2024 жылы экономикалық өсімді қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимыл жоспары аясында шағын және орта бизнестің кредиттері бойынша, сондай-ақ көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға жергілікті бюджеттен 3,8 миллиард теңге қаралған. Оған төмендегідей жұмыстар жүргізілмек. Облыс бюджетінің басым бағыты саналатын әлеуметтік саланың шығыстарын қаржыландыруға 2,3 миллиард теңге бағытталуда. Тұрғындарға медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында 9 дәрігерлік амбулатория мен 2 фельдшерлік акушерлік бекет нысандарының құрылысына және инженерлік инфрақұрылым желілерін тартуға 645 миллион теңге жоспарланды. Осы нақтылауда шығармашылық академиясының құрылысына 1 миллиард теңге, Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан тарихи мәдени мұра жай орталығының құрылысына 875 миллион теңге, оқушылар сарайының құрылысына 55 миллион теңге бағытталуда. Сонымен қатар қала тұрғындары үшін аса маңызды, жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, Қожа Ахмет Яссауи көшесін қайта жаңғырту жұмыстарына 1 миллиард, әуежайға кіреберіс автомобиль жолын қайта жаңғыртуға 1 миллиард теңге жоспарлануда. Жыл басында облыс бюджеті 650 миллиард теңге болып белгіленген болатын, дегенмен аймақ басшысының табандылығының нәтижесінде бюджет 678 миллиард болып нақтыланып отыр. Назгүл Қашты, Руслан Жүсіпов, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.